Сонымен қатар бүгінгі мынау біздің семинарымыздың видео записі жүргізіліп жатқанын ескертемін. Сондықтан бұл видео запись алдағы уақытта әлеуметтік желілерде қолданылатын болады. Сонымен қатар семинарға қатыса алмаған, келе алмаған немесе кешікпеген кісілерге біз линк арқылы, ссылка арқылы записті жібереміз, қайта көріп шығуға. Және барлық қатысушыларға осы семинардың записіне бір апталық доступ береміз. Яғни бір апта бойынша сіз қайта кіріп, кейбір тақырыптарды, кейбір мәселелер, моменттерді қайталап көріп алсаңыз, қайта тыңдап алсаңыз болады. Мүмкін жолдасыңыз қатыса алмаған болса, соған жіберіп бірге көрсеңіздер болады. Бірақ мүмкін болғанша осы семинарға қатысушылардан тыс қаттыдай жайылып кетпесе қуанышты боламыз. Өйткені закрытый доступ болады, тек қана ссылкамен ғана кіруге болатын болады. Осыған байланысты менің сізге айтып өтуім керек болған мәселелер. Біріншіден, егер менің видеом көрінбесін десеңіз, видеоңыз постоянно өшіріліп тұрса болады. Окей? Менің аты жөнім көрінбесін десеңіз, Zoom-да конференция барысында өзіңіздің атыңызды өзгерте аласыз. Немесе фамилияңызды алып тастап, тек қана атыңыз қалса болады. Немесе никнейм қолдансаңыз болады, псевдоним қолдансаңыз болады. Сол арқылы сіздің жеке мәліметтеріңіздің жайылып кетпеуін, тарап кетпеуін қамтамасыз ете аламыз. Семинар барысында соңына қарай сұрақ-жауап бөлім болған кезде жазбаша чат арқылы сұрақ сұраумен қатар сіздер тікелей аудио түрде де кәдімгідей былай жылы сұрақ сұрасаңыздар болады. Кіріп, қосылып, жауап беріп, сұрап, сөйлесіп, диалог форматында да сұрақ сұрауға кәдімгі бір семинарда, конференцияда сияқты қол көтеріп, орнынан тұрып, мен мынандай сұрағым бар еді деп сұрай берсеңіздер болады. Маңызды бір момент, ескертіп өтейік тағы да, қазақша бәріне түсінікті ма? Мен негізі бір 4 тіл жақсы білемін, 5-6 тіл түсінемін. Сондықтан егер қазақша қиналам, кішкене орысша араластырыңыз десе, қазақша орысша жүргізе аламыз. Ағылшын тілінде жүргізе аламыз, түрік тілінде жүргізе аламыз, және осыған ұқсас тілдерді де түсіне аламыз. Қазақша вроде окей. Бар болатын болса айтып отырыңыз, арасында орысша да қосып қоюға болады. Связь у всех слабый дейді. Менде связь жақсы. Обычно семинарлардың алдында мен speed-test приложениясы арқылы Wi-Fi-ымның скоростын тексеріп отырам, связьді тексеріп отырам, загрузка и download, upload форматында. Мендегі показательдер бәрі жақсы, сондықтан менің тарапымдан связьдан проблема болмау керек. Мен технический жақтарын обычно солай тексеріп, ескертіп тұрам. Өте жақсы показательдер көрсетіп тұр. Поэтому сізде егер связьбен нашар болатын болса, онда өзіңіздің Wi-Fi-іңізді немесе интернет байланысыңызды ескеріңіз. Жақсы? Семинар қазір кейбір жерлерде осылай тікелей менің видеом болады, осылай сөйлесеміз, әңгімелесеміз. Кейбір жерлерде мен слайдтар қосам, кейбір жерлерде опрос өткіземін, соған жауап беру керек болады. Окей? Мүмкін болғанша осы семинарды жолдасыңызбен бірге естісеңіз, тыңдасаңыз жақсы болады. Өйткені бала тәрбиесі бұл тек қана әйелдің міндеті, әйелдің жауапкершілігі болмау керек. Мен примерно былай енді мына жерде Гаухар апайымыз бар, ол біздің модератор. Сізді кіргізіп шығарып жатқан семинар уақытында. Примерно бұл аттарды қараған кезде көбінесе әйел есімдер. Но мен ойлаймын, что әйелдің атынан кіріп отыр, бірақ қасында жолдасы да отыр деген сөз. Өйткені ер кісі егер бала тәрбиесінде ат салыспайтын болса, бала тәрбиесінде белсенділік көрсетпейтін болса, онда өкінішке орай бала тәрбиесінде көп жетістіктерге жете алмаймыз. Окей? Жақсы? Ал кеттік ондай болса, қайда біздің слайдымыз? Оппа. Как видите, менмін, Ержан Мырзабаев. Бәріңізге көрініп тұр ғой слайд. Бала тәрбиесінде эмоциялық интеллект, эмоциялық коучинг. Астында менің Инстаграм парақшам, Ержан Мырзабаев. Сонымен қатар жеке телефон номерім бар. Қандай да бір сұрақтарыңыз болатын болса,
жеке телефон арқылы жеке консультация алсаңыз болады. Мен практикующий психолог болғандықтан семинар, тренингтер өткіземін. Әлеуметтік жобалармен айналысам. Сонымен қатар клиенттерге ақылы түрде жеке консультация беремін. Консультацияларым көбінесе отбасы қарым-қатынас бойынша болады. Иә. Гаухар апай, сіз не қылсаңыз, андай случайно микрофонды қосып кеткен қатысушыларымыздың микрофондарын сразу өшіріп отырсаңыз, эфирге басқа дауыстар, басқа кісілер кіріп кетпесін. Окей? Эмоция және интеллект. Негізі көп уақыт бойы эмоция мен интеллектті адамдар бір-біріне қарама-қайшы ұғымдар деп білген. Мысалға даже андай ашумен әрекет етпе, ақылмен ойлан, сезімге берілме, 2 рет, 7 рет ойланып, 7 рет өшіп, 1 рет кес деген сияқты. Яғни ақыл эмоциядан тыс болу керек. Эмоция бар жерде ақыл бола алмайды деген ұғым қалыптасқан. Шын мәнінде сондай ма? Бүгінге дейін біз көп жағдайларда ақыл мен эмоцияны, яғни ақыл мен жүректі бір-біріне зиян келтіретін, бір-біріне қарама-қайшы ұғымдар ретінде түсінгенбіз. Сондықтан эмоция және интеллект бір-біріне қарама-қайшы болатын болса, эмоциялық интеллект деген термин қайдан шықты? Неге эмоциялық интеллект деп айтады? Және эмоциялық интеллект болу үшін не болу керек? Эмоциялық интеллект болу үшін, құрметті қатысушылар, ақыл мен жүректі бір-бірімен достастыру керек. Суретте көріп тұрғаныңызда, ақыл мен жүрек бір-біріне конкурент, соперник, дұшпан болмау керек, ақыл мен жүрек бір-бірімен дос болу керек. Яғни эмоция бар жерде ақылды қосып отыру керек, ақыл бар жерде эмоцияны қосып отыру керек. Сол кезде ғана адам өмірінде жан-жақты дамиды, белгілі бір үйлесімдік пайда болады және өмірінде бақытты болады. Осы эмоциялық интеллект кішкентай балалармен, жалпы балалармен қатар үлкен кісілерге де, ата-аналарға да керек дүние. Окей? Енді қазір сіздердің эмоциялық күйіңізді, көңіл күйіңізді өлшейміз. Өйткені егер сіз бір нәрсені өлшей алмайтын болсаңыз, сіз оны контролировать ете алмайсыз, сіз оны реттей алмайсыз. Сондықтан әрбір нәрсені өлшей алу керек, бағыттай алу керек, және өзіміздің қандай эмоциялық күйдеміз, қандай көңіл күйдеміз, жалпы состояниеміз, эмоциональный состояниеміз не жағдайда екенін анықтап білудің жолдары бар, соны жасайтын боламыз. Ол үшін сіздер ручка, парақ алып, мынандай графаны сызуыңыз керек. Окей? Ручка, парақ аласыз, мынандай графаны өтініш сызуыңыз керек. Графада не көрініп тұр? Кішкене алгебра, геометрия ұқсайды. Бір тарапта егер күш, қуат болатын болса, 0-дан 10-ға дейін. Екінші тарапта, төменгі жақта көңіл күй деп тұр, 0-дан 10-ға дейін. Бұл жерде 10 күш, қуаттың, көңіл күйдің максимальный деңгейі, 5 орташа деңгейі, 0 жоқ деген сөз. Кешіріңіз, бізге көрінбей тұр. Еш нәрсе көрініп жатқан жоқ. Слайд көрінбей тұр ма? Иә, слайд көрініп тұрған жоқ. Көрініп тұр дейді, кейбіреулерге көрініп тұрған жоқ дейді, 1 минут. Алдыңғы слайдтар көрінді ма? Бала тәрбиесінде эмоционалдық коуч деген зат көрініп тұр. Баса графа ештеңе шықпады. Ең бірінші бет ғана көрініп тұр. Әлі бірінші беттесіздер, біз уже 3-4 бетке өтіп кеттік. Bir minut. Неге ол істеді екен? Қазір көрініп тұр ма презентация? Көрінді, ағай. Енді көрінді, рахмет. Енді көрінді. Тогда сіз осы графаны сіз аласыздар ма? Графа көрініп тұр ма қазір? Көрініп графа. Жақсы. А то чатта кейбіреулер көрініп тұр деп жазған маған. Кейбіреулер көрінбей тұр деп жазған. Я, жоқ, я, графа шықпады, графа шықты.
Окей. Көрініп тұрса, осы графаны сызамыз тайда. Көңіл күй және өзіміздің энергиямыз, күш қуат қандай халдеміз, соны қазір анықтайтын боламыз жалпы сіздермен. Son ортасын тағы да төртке бөлеміз ортасын. Күш қуат 10, көңіл күй 10. 10 дегеніміз бұл максимальный балл. Яғни күшім, энергиям тасып бара жатыр, өте көп, бәрін қопаруға дайынмын, ойнауға, секіруге дайынмын деген сөз. Көңіл күйдің 10 деген сөз, көңіл күйім көтеріңкі, қандай тамаша, керемет, күшті бір психолог ағайдың семинарына қатысып отырмыз деп өзіміз риза болып, мәз болып, керемет қатысқан көңіл күй, бақытты болған күйіміз, қатты қуанған көңіл күйіміз, бұл 10 болып саналады. Сіз жай әшейін күндерде өзіңізді салыстырып, елестіріп, сонымен қарағанда қазір өзіңізді қалай сезініп жатсыз? Егер күш қуат көп, бірақ көңіл күй нашар болатын болса, 5 орта балл, 5-тен төмен аз деген сөз, немесе көңіл күй нашар деген сөз. 5-тен жоғары жақсы деген сөз, 5-тен жоғары күш қуатты энергиямыз көп деген сөз. Мінеке, енді өзіңізді күш қуатың көп, бірақ көңіл күйім нашар сезініп отырсаңыз, алғашқы жоғарыдағы, сол жақ жоғарыдан төрт бұрышқа өзіңізді белгілейсіз. Yani қандай да бір нүкте қойсаңыз болды, бояп қойып, бір нүкте қойып қойыңыз. Мысалы, мына жерге жақын болатын болса, немесе мына жерге жақын болатын болса, бірақ осы төрт бұрыштың ішіне өзіңізді белгілеп қойыңыз. Егер күш қуат көп, бірақ көңіл күйіңіз нашар болатын болса, ортадан төмен. Егер келесі төрт бұрыш күш қуат көп, көңіл күй жоғарыда, ортада екеуі де ортадан жоғары болып тұрса, көңілдесіз, энергияңыз бар тұр, кешкі сағат сіздің уақытпен 9 болып жатыр. 9 болғанына қарамастан әлі бәрін қопаруға істеуге дайын болсаңыз, екінші төрт бұрышқа өзіңізді белгілейсіз. Үшінші төрт бұрыш, егер күш қуатыңыз аз, көңіл күйіңіз нашар, яғни ортадан төмен болатын болса, онда өзіңізді осы төрт бұрыштың ішіне белгілейсіз. Яғни шаршадық, кешкі сағат 9, біреуге мүмкін ренжіп қалған шығарсыз, көңіл күйіңіз нашар, нәрсе болып қалған шығар, настроениеңіз жоқ шығар. Сондай сәтте өзіңізді осы төрт бұрыштың ішіне белгілейсіз. Егер көңіл күйіңіз ортадан жоғары, бірақ күш қуатыңыз, энергияңыз аз болатын болса, яғни көңіл күйім жақсы, бірақ енді кешкі сағат 9 болғаннан кейін қазір ғана бала-шаға ужин бердік, дастархан жинадық, күні бойы жұмыс істедік, кішкене шаршап тұрмыз, яғни энергиям 5-тен төмен, бірақ көңіл күйім жақсы, ортадан жоғары. Сондай болатын болса, онда осы соңғы төрт бұрышта өзіңізді белгілеңіз. Мен жалпы бүгінгі семинардың аудиторияның эмоционалды халін көргім келіп жатыр. Бізде в целом қандай эмоция көп? Окей? Белгіледіңіздер ма? Бір 20 секунд уақыт берейін. 20 секунд уақыт, 20 секундтың ішінде бір ойланып, өзіңізді сезініп, энергиям көп па, аз ба, көңіл күйім жоғарыдан, ортадан жоғары ма, төмен ба, соған қарап өзіңізді осы графаның ішіне бір жерде белгілеп қою керек. Төрт бұрыш бар, төрт бұрыштың қайсысында өзіңізді сезініп тұрсыз. Біреу менің картинкама сызып отыр, менің картинкама сызбаңыз, өзіңіз сызыңыз. Ручка парақ алып, сол жерге жазу керек өзіңізді. Көңіл күйіңізді сызып, оңай сызылады. Мектепте кішкене алгебра оқыған болсаңыздар, тогда бұндай графиктер сіз үшін проблема емес. Жазылды. Окей. Егер белгіленген болсаңыз, тогда келесі слайдқа назар аударыңыздар. Сіз өзіңіздің көңіл күйіңіз, дәл қазіргі көңіл күйіңіз. Мен ескертіп өтейін, бұл көңіл күй ауыспалы болуы мүмкін. Яғни қазір сіз өзіңізді бір деңгейде болсаңыз, мысалы басқа деңгейде болуыңыз мүмкін, кешке қарай басқа деңгейде болуыңыз мүмкін, күндіз басқа деңгейде болуыңыз мүмкін, ауысып тұрады, ештеңе кетпейді. Маған дәл қазіргі сіздің психоэмоционалды халіңіз, состояниеңіз маңызды болып тұр. Окей? Примерно осындай точкалар болу керек, әрі бері жоғары төмен қоятындай.
Danadadam. Енді көңіл күйіңізге қарай сіз 4 стихияның біреуіне жатасыз. Егер күш қуат көп, бірақ көңіл күй ортадан төмен болатын болса, алғашқы 4 бұрыш бұл от стихиясы. Яғни от болып тұрған адамдар, от болып жанып тұрған адамдар. Кешіріңіз, тағы да көрінбей тұр бізге. Маған. Тағы да көрінбей тұр. Окей. Келесі слайд шыққан жоқ, тек граф тұр баяғы. Менде уже келесі слайд шықты. Осылай не видно, көрінбей тұр дейді. Көрініп тұр ма қазір? Көрінді ағай. Енді көрінді, рахмет. Вот. Осындай график болу керек сіздерде. Мына графикке қарай өзіңіздің көңіл күйіңізді белгілейсіз, қай жердесіз, несіз, кімсіз, қандайсыз, өзіңізді қалай сезініп жатсыз. Энергия, мына тарапта энергия, күш қуат, мына жерде көңіл күй. 10 деген максимум, условно, 5 деген орташа, 0 деген мүлдем жоқ деген сөз. Күш қуатым өлдім, біттім, мына точкадамын десеңіз, ішінде болуыңыз мүмкін. Немесе осы орташа сезінем, жоғары сезінем деген сияқты. 4 бұрыштың біреуінде өзіңізді белгілейсіз. Одан кейін бұл 4 бұрыштың әрқайсысы белгілі бір мағынасы бар. Көрініп тұр ма келесі слайд? Осылай көрініп жатыр. Тогда осылай жалғастырайық, егер сізге осылай ыңғайлы көрініп жатса, еш проблема емес. Отлично. Поехали тогда. Біріншісі бұл от состояниясы, екіншісі ауа состояниясы, үшіншісі топырақ состояниясы и төртіншісі су состояниясы. Вот состояниясында көбінесе бұл ашу, ыза, яғни гнев, злость. Это вот первая стихия, стихия огня. От болып тұрған адамдарда көбінесе байқайсыздар, ашуланған адамдарда энергия, күш көп болады. Ұрысқысы келеді, төбелескісі келеді, бір нәрсені лақтырғысы келеді, біреуді итергісі келеді, қандай да бір әрекет жасауға, істеуге дайын болып тұрады. Күш энергиясы тасып тұрады мысалы. Екінші стихияда бұл ауа стихиясы. Бұл жерде тоже күш қуат өте көп, көңіл күй де өте жоғары. Ортадан жоғары екеуі де, по крайней мере. Яғни көңіл күйім жақсы, билеуге дайынмын, секіруге дайынмын, ойнауға дайынмын, қыдыруға дайынмын, жүгіруге дайынмын, түн жарымда барып велосипед теуіп қайтайық, набережныйға барып деген сияқты. Ақтаудың набережныйлары әдемі болады. Яғни күш қуат артып тұр, көңіл күй де жақсы. Ортадан жоғары, бұл ауа состояниясы болады. Көбінесе қуаныш, шаттық, радость деген эмоцияларды білдіреді. Егер топырақ состояниясы болатын болса, яғни күш қуат 5-тен ортадан аз, көңіл күй де ортадан төмен болатын болса, нашар болатын болса, топырақ состояниясында ештеңе істегіңіз келмейді, кішігірім бір депрессия бар, біреуге определенный реніш бар, біреуге обида бар, өз-өзіңізбен ештеңе істегіңіз келмей, тыныш қана былай без настроения отыратын хал, состояние. Окей? И су состояниясы, бұл жерде көңіл күй ортадан жоғары, бірақ энергиямыз, күшіміз, күш қуатымыз аз болып тұратын состояние. Бұл состоянияда адамдар көбінесе легкая такая, приятная усталость осы жерде болады. Небольшая такая радость осы жерде болады. Мынау топырақ пен оттың айырмашылығы, екеуінде де көңіл күй нашар, бірақ от состояниясында адам баласы әрекет етуге дайын, готов к действию. Көңіл күйім жоқ, біреуді ұрғым келеді, төбелескім келеді, соққым келеді болып тұрады. Ал топырақ состояниясында көңіл күйім жоқ, бірақ ештеңе істегім келмейді. Ешкіммен арпалысқым келмейді, төбелескім келмейді, сөйлескім келмейді, ұрысқым келмейді,
мүмкін біреудің көңілім қалды, өкпелеп қалдым, ренжіп қалдым деген состояниялар болады. Ауа мен су арасындағы айырмашылық та солай. Ауада көңіл күйім жақсы, бірақ мен әрекет еткім келеді. Ішіме сыймай бара жатырмын, бір нәрсе істегім келіп тұрады, энергия тасып бара жатқанда. Ал су болған кезде көңіл күйім жақсы, бірақ тыныш, сен тимей, шайымды ішіп, диванда жайғасып, немесе кішкене аяқ созып, демалып отырғым келеді. Әйтеуір тыңдап пайдалы мәлімет алайық, жүгірмесек болды, ештеңе істетпесек болды екен, ештеңе жазбасақ екен деп солай отырған состояниеңізде сіз су состояниясында боласыз. Окей? Қалай ойлайсыз, осы 4 стихиядан ең қауіптісі қайсысы? Напишите, пожалуйста, в чат, какая из этих 4 стихий является, по вашему мнению, наиболее опасной стихией. Су, топырақ, вод, земля, вод және топырақ. Жақсы. Су? Интересно. Первый раз в моем семинаре кто-то сказал, что су это опасно. Жақсы. Рахмет сіздерге. По идее, бұл жерде самый разрушительный и самый опасный это состояние огня. Вот стихиясы ең қауіпті. Өйткені ол төбелесуге, қырып жоюға дайын. Ұзақ мерзімде топырақ стихиясы қауіпті. Ұзақ уақыт ренжіп жүретін, ұзақ уақыт халсіз жүретін, ұзақ уақыт өкпелеп жүретін адамдар белгілі бір уақытта үмітсіздікке түседі, депрессияға түседі, стресске қауіпті болады. Бұл ұзақ мерзімде денсаулығының нашарлауына, жалпы қиын жағдайға алып келуі мүмкін. Сондықтан топырақ ұзақ мерзімде қауіпті, ол жағынан дұрыс айтасыз. Бірақ от дәл қазір қауіпті. Қазір адам от болып тұратын болса, ол бір нәрсені сындыру мүмкін, қирату мүмкін, жасау мүмкін. Окей? Енді сіздерге кішігірім бір опрос жүргізім келеді. Қазір мен Zoom-нан, экраннан опрос шығарамын. Сол опросқа сіздер жауап берулеріңіз керек. Өзіңізді дәл қазір қалай сезініп отырсыз? Опросты жібердім, көрдіңіз ғой? О, белгілей бастады. Дәл қазір қай стихиядасыз? Өзіңізді қалай сезініп отырсыз? Пожалуйста, соны белгілеп жіберіңіздер. Семинарымыздың общий состояниясын қазір көреміз. Чатқа жазудың керек жоқ, специально опросник жібердім. Сол опросникте сіз жауабын жазсаңыз, маған общий статистика шығады. Мен көретін боламын. Мысалға, бізде уже 6 адам ауа состояниясында екен, 4 адам топырақ состояниясында екен, 8 адам су состояниясында екен, стихиясында екен. Өте керемет, өте керемет. Чатқа жазбаңыздар, опросникке белгілеңіздер. Көріп тұрсыз ба? Специальный анкета бар, сол жерде жазу керек. Дәл қазір қай стихиядасы деген сұрақ бар, 4 вариант бар. 4 варианттың біреуін белгілейсіз, өзіңізді қалай сезініп жатсаңыз. Семинарда 6, 8, 18. Жақсы. Ну, в целом, менің байқағаным. Так, опрос тоқтатамын. Көрдіңіздер ғой? Ең жоғары деңгейде, ең жоғары орында су. Бізде су өте көп екен. Ну, енді кешкі уақыт, кішкене шаршап тұрмыз, бірақ көңіл күйіміз жақсы. Керемет. 4 адам топырақ состояниясында екен. Көңіл күй болмай жатыр кішкене, күш қуат та жоқ, жақсы. 6 адам ауа состояниясында. Түн жарымда энергия деген әлі жетіп жатыр.
көңіл күй де керемет. Супер, замечательно. И бір кісі от состояниясында екен. Надеюсь, қасыңызда ешкім жоқ. Сіз қазір айналадағыларыңыз үшін қауіпті болып тұрсыз. Окей. Енді қараңыз, осы жаттығу арқылы біз өзіміздің эмоциялық состояниямызды анализ жасау, өлшеуді үйрендік. Яғни мен не сезініп жатырмын, қандай халдемін, қай стихияға жатамын, күш қуат бар болса, энергия, көңіл күй нашар болатын болса, отпын ба, ауамын ба, сумын ба, топырақпын ба деген сөз. Өзіңізді өлшеп танып білу. Екіншісі, балаңызды, жолдасыңызды өлшеп танып білу. Мысалға, от состояниясын, ең қауіпті состоянияның бірі от дедік. От состояниясына қарсы қандай состояниямен реакция көрсету керек, қалай ойлайсыздар? Мысалға, сіздің балаңыз немесе жолдасыңыз от болып тұр, соған қарсы қандай состояниямен реагировать ету керек? Ауа болу керек па, су болу керек па, топырақ болу керек па? Пожалуйста, чатқа жауаптарыңызды, варианттарыңызды жазыңыздар. Су деп тұр. Окей, топырақ деп тұр. Сен ашуланмадсың, бірақ мен саған ренжідім. Тоже вариант болуы мүмкін, да. Окей, су, топырақ, су. Жақсы. Дұрыс жауап негізі су болу керек. Ауа болудың керек жоқ. Мысалы, балаңыз бір нәрсеге ашуланып, жынданып, ызаланып тұр да, мысалы, түнгі сағат 2 телефонды алып қойдыңыз. Компьютер жататын уақыт келіп, телевизорды өшіріп тастадыңыз, компьютер ойнай қызбай жатсыз. Сізді қатты ашсызге жынданып жатыр, ашуланып жатыр, бір нәрсе сындырғысы келіп жатыр, мінезін көрсетіп жатыр. Сондай халде сіз егер ауа болатын болсаңыз, ауа күшейтіп жібереді. Камила ханым, дұрыс айтасыз, ауа күшейтіп жібереді. Жоқ, балам, бәрі жақсы, керемет, ойнамайсың компьютер бүгін деп былай. Жақсы настроениемен, ауа состояниясымен жауап беретін болсаңыз, онда бұл над ребенком кәдімгі издевательство болады. Ашуланған адамды одан да күшейтіп жібереді, ашуын арттырып жібереді, өте дұрыс. Топырақ состояниясында болсаңыз, ол да әсер етпейді. Ашуланған кезде сіз оған ренжіп, көңіл күй түсіріп жүретін болсаңыз, онда екеуіңіз бір-біріңізден тек қана ұзақтап кетесіз. Ал егер су состояниясында болатын болсаңыз, көбісі су деп жазды, дұрыс жауап су, рахмет. Яғни, не сильно энергичный, бірақ легкий позитивчикте. Балам, мен сені жақсы көрем, жататын уақыт келді, біз сенімен келістік қой, түсініп жатырмын, қазір ашуланмасын, бірақ жатуымыз керек, телефонды өшіруіміз керек, компьютерді жабуымыз керек, бөлмені жинауым керек деген сияқты легкий такой позитивный настойчивость, реакция отты тез арада басылуына көмекші болады. Окей? Алдағы слайдтарда в целом эмоцияларды қалай реттеу керектігін көрсететін, түсіндіретін боламыз, жаттығуларды жасайтын боламыз. Сол кезде бұл отты қалай басудың басқа да жолдарын түсіндіретін боламыз. Окей? Ардай жалғастырайық. Яғни, эмоциялық интеллектті жалпы теориясын түсінейік. Эмоциялық интеллект дегеніміз не? Эмоциялық интеллект түсінігіне өзінің және қоршаған ортадағы адамдардың эмоциясын түсіну, өзінің эмоциясын түсіну керек. Айналасындағы адамдардың да эмоциясын түсіну керек. Мынау ренжіп жатыр ма, мынау қызғанып жатыр ма, мынау ашуланып жатыр ма, мынау жиіркеніп жатыр ма, мынау қуанып жатыр ма, не сезініп жатқанын түсініп, мимикалардан көре алу керек, байқалу керек, интонациядан. Және олардың эмоциялық күйіне икемделу арқылы соны ескеріп, подстраиваться етіп, тұлғаның тиімді қарым-қатынас құра білу қабілеттер жатады. В конечном итоге эмоциялық интеллектісі жоғары болған адамдар айналасындағылармен жақсы қарым-қатынаста болады. Ал 21 ғасыр қарым-қатынас ғасыры. 21 ғасыр адамдармен тіл табысу ғасыры. 21 ғасырда даже сіздің бастықсыз, ата-анасыз, әкімсіз, бисіз, ешқандай мағынасы жоқ. Егер сіз қоластыңыздағы адамдармен тіл табыса алмасаңыз, сөйлесе алмасаңыз, ескере алмасаңыз, настроениясын қарамайтын болсаңыз, онда жақсы қызметкерлер сізден кететін болады, компанияңыздан, сізден, жұмысыңыздан кететін болады.
әсіресе мынау Z нәсілі, поколение Z болған жастардың да эмоциялық интеллектісі төмен адамдармен өмір сүре алмайды екен. Мейлі ол басшы болсын, мейлі ол мұғалім болсын, мейлі ол ата-ана болсын, Z поколениясы өзіне эмоциялық интеллектісі жоғары адамдармен ғана қарым-қатынас құра алады. Яғни оларға бұйрық беру, ұрсу, айқайлау, балағаттау, төменсіту деген әрекеттер жүрмейді. Өкінішке орай ол біздің қатарымыздағы кісілер, біз солай өстік, кішкене Совет үкіметінің соны 90-шы жылдардың басында ұрсу, айқайлау, таяқ жеумен өскен адамдармыз. Біз өзіміз успокаивать етеміз, таяқ жеп өстік, жаман болған жоқпыз деген сияқты. Но на самом деле жаман болдық па, болмадық па, енді очень относительный мәселе. Балдарға қазіргі таңда эмоциялық интеллектімізді дамыта отырып, қарым-қатынас құру керек. Сол кезде ғана баламен жақсы қарым-қатынаста боламыз. Америкада мындай эксперимент жасалған. Компанияларда соңғы кездерде, әсіресе 2000 жылдан бері қарай уақыттарда текущий кадр байқала бастады. Текущий кадр байқала басталады. Не деген сөз? Бір компанияда адамдар жиі жұмыс орнына ауыстырады. Келеді, 2-3 ай жұмыс істейді, кетеді. Келеді, жарты жыл жұмыс істейді, кетеді. Ал әрбір жаңадан кеткен қызметкер бұл компания үшін ақша. Соны үйретесіз, оқытасыз, түсіндіресіз, тәжірибе жинайсыз. Енді жемісін көремін деген кезде ол басқа компанияға кетіп қалады, жұмыстан кетіп қалады, жұмыс істегісі келмейді, көңіл күйі болмайды. Сөйтіп, бұны компания иелері алаңдап зерттей бастайды. Неге осылай болып жатыр? Бір қуаныштысы, қазіргі таңда Қазақстанда да сондай компаниялар бар. Мен бір-екі үлкен заводтарда осы мәселе бойынша жұмыс істедім. Мені психолог ретінде шақырып, заводта бізде жиі адамдар жұмыс орнына ауыстырады, текущий өте үлкен. Неге болып жатыр? Соны бір анықтап, зерттеп, біліп берсеңіз деп, бізге сондай бір тапсырма берген. Біз компаниядағы психоэмоциональный атмосфераны зерттегенбіз. Тура сол сияқты, олар бұдан 2000 жылдар жасап қойған. Компанияны психологтарды шақырады, грамотный психологтарды, өзім сияқты қояйын. Психологтар шақырады, психологтар адамдармен жұмыс істейді, зерттейді, қарайды. Шыққан нәтиже отделдердің, департаменттердің, кішігірім менеджерлер, басшылар эмоциялық интеллектісі төмен болған екен. Сөйтіп сұрайды, сіз бұл басшыларды қалай жұмысқа алдыңыз, неге басшылық қойдыңыз? Сөйтіп айтып, бұлардың IQ жоғары болды. IQ білесіздер, ақыл, сана, ой дамыған болу, өте ақылды, зерек адамдар мысалы. IQ жоғары адамдар мысалы, Айнштайн өте былай сирек, редко кездесетін IQ жоғары адамдардың біреуі мысалға. IQ өте жоғары болғандықтан біз қойдық мысалы. Жұмысқа алған кезде IQ-ға қарайды бәрі нәрсені. Бірақ IQ жоғары болған, ақылды болу, білімді болу, егер эмоциялық интеллектісі дамымаған болса, бұл кісілерде тек қана черное-белое бар. Ақ қара. Қателестің жазалау керек. Кешіктің жазалау керек. Істедің, молодец, айлығын дейтақ алып істеу керексің. Проблемалар, яғни жұмысқа байланысты, финансовы, IT проблемаларын шешеді, бірақ адамдармен диалог құра алмайды. Өкінішке орай, егер IQ дамымаған болса. Сөйтіп, не істеу керек? Басшылардың жартысын эмоционалды интеллектісі жоғары адамдармен ауыстырады. Давайте біз ауыстырайық дейді. Сөйтіп, жартысын эмоциялық интеллектісі жоғары қалады, адамдарды қояды, қалған жартысын IQ жоғары сол басшыларды қалдырады. 6 айдан кейін бақылап қараса, IQ жоғары болған, бұрынғы басшыларда текущий кадров әлі жалғасып келе жатыр. Компанияда белгілі бір өсім бар, яғни пайда келіп жатыр, жұмыс істеп жатыр. Стабильно, ешқандай бір артықшылық жоқ, бұрынғыдай жағдай. Ал эмоциялық интеллектісі жоғары болған басшыларды қойылған департаменттерде 6 айдың ішінде ешкім компаниядан кетпеген, компаниядан жалпы пайдасы, өсімі 25%-ға артқан. Таңғалатын, қандай күшті результат, супер, неге олай болды екен деп. Оказывается, IQ жоғары кісілер жұмысшы кешіккен кезде айтады, мысалға, Ержан, саламатсыз, сіз бүгін жарты сағатқа кешіктіңіз, біз сіздің айлығыңыздан ұстап қалуымыз керек. Окей, в принципе, дұрыс солай болу керек.
айлығынан ұстап қалады. Одан кейін там ержан қайта кешіге беретін болса, ержан сіз 3 рет кешіктіңіз, біздің ережелер бойынша біз сізді жұмыстан шығаруымыз керек. Оп, окей, жақсы, жұмыстан шығарып жібереді. Сөйтіп қалғандар бұны көргендіктен компанияға әйтеуір 9-дан 6-ға дейін уақыт өткізу, сонымен қатар мені малейший проблемада мені жұмыстан шығарып жіберуі мүмкін деген қорқумен параллельно жұмыс іздеп жүреді екен сондықтан. Ал IQ жоғары адамдар не істейді? Мысалы, ержан кешіп қалған кезде, ержан бүгін 30 минут кешіп қалдыңыз, бәрі жақсы ма, не болып қалды деп сұрайды екен. Көңіл күйіңіз, настроениеңіз, не себеп болды, қалай сізге көмекші бола аламыз. Сөйтіп, сол таңертең балам ауырып қалайын, больницаға апарып келемін дегенше кешіп қалдым. Ай, жарайды, ештеңе кетпейді, уайымдамаңыз, келіңіз, отырыңыз, жұмыс істеңіз, бізден қандай көмек керек сізге деген сияқты эмоционально жақындайды адамға. Одан кейін ержан қайта кешіге берді ма, шақырып айтады, ержан, сіз соңғы кезде жиі кешігіп жатсыз, өткендегі балаңыздың денсаулығы жақсарған жоқ сияқты ғой. Я сол әлі ауырып жүр, қайта апарып жатырмын, кешігіп жатырмын, үлгермей жатырмын. Ондай болса, давайте біз сізге отпуск берейік, бір апта 10 күн демалыңыз, и так жылдың ішінде демалуыңыз керек болған күндеріңіз бар. Демалыңыз, бүкіл проблемаларды шешіп, аман-есен жақсы тынығып жұмысқа оралыңыз. Вау, окей, супер, рахмет. Бізде сәл бір нәрсе болса, там отпуск без содержания, заявление жаз, құр бар деп ұрысып шығады ғой. Бұларда ондай емес, мысалы, көңіліне қарайды. Сөйтіп ержан уже өзін компанияның бір қызметкер ретінде көрмейді. Ержан отбасының бір мүшесі ретінде көреді. Команданың бір мүшесі ретінде көреді. Бұлар мен қиналған кезде менің халімді, жағдайымды түсінді, маған көмектесті. Мен басшымды ұятқа қалдырмауым керек. Мен басшымды қиын жағдайға түсірмеуім керек. Мен біздің команданың табысын арттыруым керек, жұмыс істеуім керек, жобаны бітіруім керек деп 30 минут кешіккен ержан добровольно кешке 1 сағат, 2 сағат қалып жұмысын бітіреді. Артаң ішіне кешіп жүрген ержан ұят болмасын деп демалыс күндері суббота сайын жұмысқа шығып, өзінің тапсырмасын, проектісін бітіруге тырысады, жұмыстың объемын в целом орындап отырады. Ал жалпы психоэмоционалды атмосфера коллективтің ішінде жоғары болғандықтан, позитивті болғандықтан, жақсы болғандықтан, барлығының жұмыс істеу құлшынысы артып отырады. Оның барлығы эмоционалды интеллектісі жоғары басшылардың арқасында болып жатыр. Яғни, және көп зерттеулер психологтардың айтатыны, 21 ғасырда сіз IQ-мен адамдар таң қалдыра алмайсыз. IQ, окей, белгілі бір деңгейге ғана маңызды, бірақ EQ сияқты маңызды емес. EQ сияқты адамдармен тіл табыса алу, келісе алу, сөйлесе алу, командный жұмыстар көп болып кетті, проектный жұмыстар көп болып кетті, адамдар жұмыс варианттары көп болып жатыр. Мына жерде ұнамаса, анда бара салам, мұнда ұнамаса, мұнда бара салам деген сияқты. Сондықтан егер қарым-қатынас, атмосфера негативті болатын болса, кісілер қаншалықты жақсы айлық берсеңіз де, ұзақ мерзімде сол жерде тұрақтанбайды екен. Сондықтан біз де егер балаларымыздың болашақта жетістікке жетуін қаласақ, успешный болуын қаласақ, онда қазірден бастап бірінші өзімізде, екіншісі баламыздың эмоциялық интеллектісін дамытып отыруымыз керек. Окей? Ары қарай жалғастырайық. Яғни эмоциялық интеллект дегеніміз осы. Бізге керек слайд, бұл слайд емес. Енді эмоциялық интеллекті сонымен қатар не үшін дамыту керек? Яғни эмоциялық интеллект дамымаған кезде қандай нәтижелерге алып келеді? Біріншісі, эмоциялық интеллект IQ мен EQ-дің арасындағы айырмашылықты мына суреттен көруге болады. IQ тек қана ақылмен әрекет ету, бұл бәріне бірдей қарау, бәріне бірдей тәрбиелеу, бәріне бірдей отношенияны талап етеді. Бірақ сіз бәріне бірдей қараған кезде көріп тұрғаныңыздай, біреу қатты үлкен жетістікке жетуі мүмкін, біреу кішкене жетістікке беруі мүмкін, біреу еш дамымай қалуы мүмкін. Ойынды көре алмайды. Ал EQ нені талап етеді? Адамның көңіл күйіне қарай әр балаға индивидуальный подход,
жеке қарым-қатынас, психология халін, эмоционалдық халін ескере отырып әрекет етуді, тәрбиелеуді, қарым-қатынас құруды талап етеді. Сол кезде кейбір балдарға, я молодец балам, жақсысың десең, жеткілікті. Кейбір балдар, ой, сен күштісің, кереметсің деп сәл мақтап қою керек. Сол кезде оған жеткілікті болады. Кейбір балдар, сен мықтысың, алтынсың, кереметсің, давай жасай аласың, мен саған сенемін деп көбірек мотивация беру керек. Сол кезде ол бала не істейді? Жетістікке жетеді. Маған кейбір ата-аналар келеді, вот біздің 4-ші баламыз өте өзгеше, вот 3-ші баламызбен қатты қиналып жатырмыз, вот мына бала білмеймін неге ондай екенін, басқа балаларға еш ұқсамайды, басымызды ауыртты, постоянно проблема дейді. Сөйтіп неге солай десем, білмеймін неге солай. Мен бүкіл балаларға бірдей қараймын, бірақ 3-і жақсы, 4-шісі жаман. 2-і жақсы, 1-і нашар. Вообще біз күткендей шықпады. Неге олай деп таңғалып жүрмін. Бұл балаға не керек, не жетпей жатыр деген сияқты. Сол кезде сразу ата-ананың бойындағы эмоционалдық интеллекттің төменділігі және балдармен айтамын, ата-аналарға да айтамын, сіздің ең үлкен қателігіңіз бүкіл балаларыңызға бірдей қарау, бірдей қарым-қатынас жасау. Балдарға бірдей қарым-қатынас жасауға болмайды, әр балаға индивидуально, жеке-жеке қарым-қатынас көру. Ата-ананың әрбір баламен өзіндік жеке бір особенный отношениясы болу керек. Особенно доверительный отношениясы болу керек. Сол кезде ғана жалпы балдардың психологиялық ахуалы жоғарырақ болады. Қазақстан өкінішке орай әлемде ең көп ажырасатын 10 елдің қатарына кіреді. Мысалы, мына жерде графикте көріп тұрсаңыздар, Қазақстан 7-ші орындамыз ажырасудан. Әлемде ажырасудан біз 7-ші орындамыз. Облыс қарайтын болсақ, мынандай статистика бар. Мысалы, бізде қай жер? Ақтау бізде қазір. Ақтауда 2978 отбасы құрылған болса, 875 ажырасу болған екен. Почти 3,5-4,1-3,1-нен сәл жоғары мысалы. 5-ке жақын көрсеткіш мысалы. Бұл жақсы Ақтаудың көрсеткіші. Мысалға, Ақмола облысын алатын болсақ, 2771 отбасы құрылған, 1508 ажырасу болған мысалы. Жартысынан көбі, қайда көбі ажырасқан мысалы. Бұл біздің облыс Қазақстандағы үйлену, ажырасу арасындағы айырмашылық көріп тұрғаныңыздай. Сонымен қатар мына жердегі статистика, Қазақстан әлемдегі ең көп суицид жасайтын 10 елдің ішінде. Тоже 7-ші орындамыз. Жалпы суицид рейтингі 22-де 5, 100 мың адамға шаққанда 22-де 5 суицид болып тұрады бізде. Өкінішке орай 38 көрсеткіш ер кісілер суицид жасайды, 7-де 6 әйел кісілер жасайды. Яғни бұлай қараған кезде ер кісілердің әйел кісілерге қараған кезде 5 есе артық суицид жасайды. Не? Эмоциялық интеллект. Жалпы жылына 4122 суицид жасалып отырады екен. Өз-өзіне қол жұмсау фактілері болып тұрады екен. Бұл андай ресми статистикаға тіркелген информация. Ал ресми статистика тіркелмеген, мысалға, көп жағдайларда сөз болмасын, әңгіме болмасын, ұят болмасын деп, мысалы, өз-өзіне қол жұмсаған фактілерді жасыруға тырысады. Құлап қалды, жүрегі қысылып қалды, бір нәрсе болып қалды, үйде инфаркт болып қалды деп жаба салатын мәселені, хотя адам қиналып өз-өзіне кәдімгідей қол жұмсау фактілері орын алған. Бұл ситуация. Бұның барлығы және үшінші статистика, Қазақстанда 75% ересек тәрбиелік мақсатта физикалық жазалауды қолдайды екен. Яғни, баланы тәрбиелеу үшін ұру керек, соғу керек, итеру керек, басынан қалу керек, арқасынан итеру керек деген сияқты. Ал 67% ата-ана кәдімгідей балаға физикалық жазаны қолданады. Бұл өкінішке орай өте қорқынышты статистика. Яғни, баланы ұру арқылы, жазалау арқылы, айқайлау арқылы, төменсіту арқылы тәрбиелеуге тырысу. Бұның барлығы, яғни мына статистикалардың барлығы нені көрсетеді? Бізде жалпы қоғамда эмоциялық интеллектіміз өте төмен. Өзімізді эмоциялық тұрғыдан ұстай алмай баламызды ұра саламыз. Өзімізді эмоцияларымызды контролировать етпей, жиі ұрысып ажырасамыз. Өзімізді эмоцияларымызды контролировать етпей, басқалардың эмоцияларын түсінбей, ескермей, байқамай, өз-өзімізге қол жұмсай саламыз. Түрлі қиын жағдайларда өзімізді контролировать ете алмаймыз.
Бұлардың барлығы осы эмоция, көңіл күйден келген. Мына жердегі статистикада, мысалы, ажырасу болсын, жазалау болсын, өз-өзіне қол жұмсау статистикалары болсын, ешбір жерде ақыл жоқ. Ақылмен барып, так, мен четверг күні түскі сағат 2-де өз-өзімді өлтіре салайын, наверное. Что-то көп өмір сүріп қойдым. Ақылмен бір есептелетін нәрсе жоқ. Не ол? Эмоция. Бір проблема болып қалды, мен ешкім керек жоқпын, мен ешкім жақсы көрмейді, мен ешкім ұнатпайды, болды, өлем, кетем, біттім, ешкім мені жақсы көрмейді, деп өз-өзіне барады, мысалы, қол жұмсай салады. Ажырасу тоже самое. Ұрыс, айқай, шу, қырылыс, өзіміздің эмоцияларымызды ұстай алмаймыз, ескере алмаймыз. Әйелі күйеуінің көңіл күйіне қарамайды, күйеуі әйелінің көңіл күйіне қарамайды. Сөйтіп болмашы нәрселерден жиі ұрыс керістер, айқай-шулар болып тұрады, мысалы. Даже үйдегі ер кісілердің зорлық, зомбылық көрсетуі, қол көтеру, ұру, айқайлау, бұл ер кісілердің өз эмоцияларын басқара алмау, өз эмоцияларын контролировать ете алмау, өкінішке орай, мысалы. Мына жерде көріп тұрсыз, мысалы, 100 мың адамға шаққан кезде 38-де 3 ер кісілер эмоцияларына ерік бермеген, эмоцияларын дұрыс бағытта шығармағандықтан, эмоционалды болмағандықтан, тек қана негативті эмоциялар ғана көрсетуге. Бізде өкініштісі, біздің жалпы қоғамда ер кісілер негативный эмоциялар көрсетуге мастер, позитивный эмоциялар көрсетуге сараң. Қай жерде ұрысу, төбелесу, қыру-шу болатын болса, қабағын түйіп алып, баланы тәрбиелеген кезде мен саған газ көрсетемін, әйелін тәрбиелеген кезде мен саған газ көрсетемін, ашуланамыз, ашу эмоциясын көрсетуге біз мастерміз, бірақ қуану, жақсы көру, таңғалу, құшақтау, сүю, ойнау сияқты позитивті эмоциялар көрсетуге жоқ, әке строгий болу керек, әке серьезный болу керек, эмоция көрсетпеуім керек деген сияқты өзімізді ұстап, өкінішке орай осындай халге келіп жатамыз. Бұның барлығы, құрметті ағайлар, апайлар, өзіміздің эмоциялық интеллектіміздің төмен болуы. Yani эмоциялар танымаймыз, эмоцияларды білмейміз, эмоциялар не үшін керек, қандай жағдайда қалай қолдану керегін білмегендіктен болып жатады. Окей? Қазір сіздерге кішігірім бір опрос өткізгім келеді, осы семинарға қатысушылардың арасында. Сұрақтар келе бастады. Хорошо, сейчас у нас будет сұрақ-жауап моменті болады. Сол кезде мен сіздің сұрақтарыңызға жауап беремін. На потом, окей. Экранға қарап, пожалуйста, мына сұраққа жауап беріңіздер. Опрос бізде анонимный опрос. Баланы физикалық түрде жазалайсыз ба? Қанша кісі иә дейді, қанша кісі жоқ дейді. Жалпы бала тәрбиесіндегі физикалық жазаның орнын айқындау үшін общий картинаны көрмек. Кімдер жауап беріп жатқанын біліп жатқан жоқпын қазір, ешкім көре алмайды. Ал жалпы статистиканы білу үшін, пожалуйста, 1 минут уақытыңызды бөліп жауап беріңіздер. Иә, жоқ. Кәм 50 на 50 жарысып келе жатсыздар. Я что-то көбейіп жатыр, біреулер жоқ деңіздер енді. Жоқ, жетейін деп қалды, я өсіп кетті, жоқ, жетейін деп қалды. Прям былай тік келе жатыр. Физикалық түрде жазалайсыз ба дегенге. Я жоқ. 17 адам жауап берді, тағы 5 адам жауап беру керек. Тағы 4 адам жауап беру керек. Қалғандарда басып жіберіңіздер. Окей, на этой красивой ноте мы, наверное, завершим наш опрос. Уақыт болды. Пожалуй, өтті.
Да-да-да-да. Так, внимание на экран. Көріп тұрғаныңызда бізде средняя статистика ровно 50 на 50 болып шықты. 50% қатысушылар баланы физикалық түрде жазалайды екен, 50% жазаламайды екен. Это очень қиын жағдай, конечно. Неге жазалайсыздар? Қалай жазалайсыздар? Жалпы баланы ешбір түрде, ни в коем случае, ешбір түрде, ешбір шартта, ешбір жағдайда баланы ұруға болмайды. Балаға қол көтеруге болмайды, балаға ұрсуға болмайды, баланы жазалауға болмайды. Бұл өте маңызды қағида. Бұған байланысты керек болса установкалармен жұмыс істеп, өзімізді контролировать етуді үйренуіміз керек. Өзімізді контролировать. Ата-анамен сөзіңіз айтады, ну как это на эмоциях, мен ашуландым, өзімді ұстай алмадым, ұрдым, эмоцияларды контролировать ете алмаймын дейді. Этот мәселе очень маңызды. Яғни эмоцияларды қадағалау мен эмоцияларды реттеу екі түрлі нәрсе. Сонымен қатар, сіз өзіңіздің эмоцияларыңызды басудың керек жоқ. Өзіңіздің эмоцияларыңыздан қашудың керек жоқ. Өзіңіздің эмоцияларыңызды қадағалай алмайсыздар да. Жоқ ол, сізде де балада адам өзінің эмоцияларын қадағалай алмайды. Эмоция ол бір сәтте келетін, кететін нәрсе. Ешкім өзін настраивать етіп, программировать ете алмайды. Мен тек қана суббота сағат 3-те ғана қуанамын. Оған дейін қуанбаймын. Жоқ, қуаныштың сәтінде қуана бересіз. Немесе мен тек қана по понедельникам ашуланамын. Қалған күндер ашуланбаймын. Олай жасай алмайсыз. Понедельникте ашуланатын ситуация болады ма? Сіз ашуланасыз. Это нормальная реакция. То есть эмоции контролировать не надо, эмоции подавлять не надо. Любые эмоции, позитивные, негативные, сильные, слабые эмоции, нужно принимать как есть. В чем фишка? Фишка в том, что біз эмоцияларды қадағалаймыз, бірақ әрекеттерімізді қадағалай аламыз. Нужно концентрироваться не на то, что мен ашуландым, ұрдым. Жоқ, сіз ашуланып, ашуланбауыңызды қадағалай алмайсыз. Бірақ ұрып-ұрмауыңызды қадағалай аласыз. Өйткені действие можно контролировать, эмоции нельзя контролировать. В действиях можно себя ограничивать, в эмоциях нельзя себя ограничивать. В действиях вы можете себе определенные границы поставить, но в эмоциях вы не можете себе границы поставить. То есть я в неделю больше 3 раз не буду сердиться. Невозможно такое, правильно? Ешкімнің қолынан келетін нәрсе емес, реалист болуымыз керек, біз барлығымыз адамбыз, сондықтан ситуацияға баққан кезде трезво и здраво қарай алуымыз керек. Бұл сәтте эмоцияларды қадағалауға тырыспау керек. Эмоцияларды реттеуге болады. Ашу көтерілді, тұр әрі-бері сізді басып жатыр. Определенный жаттығулар жасау арқылы эмоцияны тік түсіріп, қалпына келтіруге болады. Позитивке өткізуге болады. Негативный эмоцияда шығуға болады, белгілі бір уақыт, белгілі бір жаттығулар арқылы. Бірақ ашуланамын, ашуланбаймын. Ол дұрыс емес. Немесе баламен сөйлескен кезде, ойбай, балам кешірші қатты ашуланды, бұдан былай саған ашуланбаймын. Өтірік, мүмкін емес, сіз өзіңізді алдаватсыз, баланы алдаватсыз, немесе эмоция не екенін білмейсіз, түсінбейсіз. Ешқашан ешкімге мен саған бұдан былай ашуланбаймын деп сөз бермеңіз. Мен саған айқайламаймын деп айта аласыз. Мен сені ұрмаймын деп айта аласыз. Мен келесіде сотканы лақтырмаймын, заттарды сындырмаймын деп айта аласыз. Это можно отработать подряд. Но мен саған ашуланбаймын, мен саған ренжімеймін, мен саған өкпелемеймін, мен саған ызаланбаймын деген сөздер, бұлардың барлығы дұрыс емес. Сіз өзіңіздің психикаңызға, өзіңіздің табиғатыңызға өкінішке орай қарама қайшы әрекет етіп отырсыз. Окей? Құрметті ағайлар, апайлар, егер сұрақтарыңыз бар болса, кішігірім уақыт беріп, сұрақтарыңызға жауап бере аламыз. Чатқа бірнеше сұрақ келген екен, жекеме, соларды қазір оқып жіберейін. Сізде де сұрақтарыңызды осы тақырыпқа айтылған мәселелерге байланысты жазсаңыздар болады. Немесе қол көтеріп, модератордан рұқсат алып, микрофоныңызды қосып, ашық сұрасаңыздар да болады. Окей? Семинарымыздың видеозаписі жасалып жатыр, ескертіп өтейін тағы да.
ұмытпаңыздар. Окей, бірақ чаттағы жазған нәрселер болмайды. Так, Ержан Мырза, сәлеметсіз бе дейді, саламатсыз. Из состояния топrak как можно выйти? Окей. Во-первых, если это временное состояние, сейчас только происходит, или время от времени происходит, то для того, чтобы выйти из состояния топrak, нужно учитывать, что вам не хватает. Вам не хватает энергии, силы. Энергия понижена, настроение тюмен. Нужно сконцентрироваться на том, чтобы поднять сначала энергию. Для этого можно поесть сладкого, попить чай, окей? Прилечь, отдохнуть, принять прохладный душ, желательно, тоже успокаивает, дает определенную, повышает настроение, снимает усталость, дает определенный заряд энергии. Потом необходимо обратить внимание на время суток, қай уақыттасыз. Өйткені определенный уақыт бар, когда сізде хотите не хотите энергияңыз төмен болып тұрады, мысалы. Кешкі уақыт, түнгі уақыт, жұмыстан кейінгі уақыт, пробкада келе жатқан уақыт, ол жерде энергичный болу өте қиын болуы мүмкін. Екіншіден, көңіл күй көтеретін нәрселер. Сіздің көңіл күйіңізді не көтереді, не ұнатасыз. То есть не зацикливаться на том, что вас расстроило, что вас беспокоит, кто вас обидел. Нет. А зацикливаться на том, что может поднять ваше настроение. Менің бір подружкам бар еді, сонымен сөйлесем, көңіл күйім жасады. Позвоните подружке. Кеше мен балам сабақтан 5 алған еді. Балаңызды звондап құттықтап жіберіңіз, балам молодец. Там қызымды құшақтасам, сүйсем, бүкіл проблемаларды ұмытам, көңіл күйім көтереді. Қызыңызды барып құшақтап сүйіңіз, көңіл күйіңізді көтердіңіз сол арқылы. Менің күшті постоянно көріп жүретін бір нем бар, вайнерім бар, солардың видеоларын көрсем, комедийный комиктердің видеоларын көрсем, комедия көрсем, көңіл күйім көтереді. Көңіл күйіңізді көтердіңіз. Сол сәтте соны не істеу керек, анықтап, сол состояние шығуға тырысу керек. Егер сонымен қатар, айттық қой, там какая идет эмоция, это реніш, обида, расстройство, да, например, өкпе деген сияқты эмоциялар жүреді. Сол эмоцияларға себеп болған оқиғаларды қарастыру керек. Бұл не? Если кто-то там жолда машинамен подрезался, соған ашуландыңыз, немесе там посторонний бір адам ренжіткен болса, қатты жетуге жоқ. Но если эти негативные эмоции исходят от близкого человека, то есть күйеуіңіз, әйеліңіз, балаңыз, постоянно сондай халде жүретін болсаңыз, если это постоянное состояние, то необходимо в скором времени обратиться к психологу на личную консультацию, чтобы детально разобраться в вопросе и постараться выйти из этого состояния, или же выработать определенный механизм, чтобы в это состояние не попадать. Окей? Қандай жаттығу бар? Жаттығуларды семинардың жалғасында талқылайтын боламыз. Алдағы уақытта, қателеспесем, ертеңгі слайдтардың жалғасы бар. Сол жерлерде жаттығуларды более детально айтып түсіндіретін боламыз. Окей? Ары қарай. Так. Балада IQ қалай дамиды? Эмоциялық интеллект балада қалай дамиды? Эмоциялық интеллектін дамыту үшін балаға эмоциялық коучинг, яғни эмоциялық тәрбие өткізу керек. Эмоциялық тәрбие қазіргі таңда тәрбие системасында, тәрбие методикасында инновациялық бір подход. Мысалы, бұрын Совет өкіметінің тәрбиесінде, жалпы біздің менталитетімізде, стереотипімізде қалыптасқан тәрбие системасында бірінші орынға баланың, адамның іс-әрекеті қойылады. Неге төктің? Неге сындырдың? Неге төбелестің? Сен бұзықсың, сен ақмақсың, сен түсінбейсің, сен ұрлықшысың деген сияқты, яғни әрекетке назар аударылады, бірақ ішкі жан дүниесіне, психологиясының көңіл күйіне өкінішке орай назар аударылмайды. Яғни, мысалға, бала інісін ұрады, інісін ұрған кезде біз бар баланы ұрамыз. Неге ініңді ұрасың, ұят емес па, обаңа, не істеп жатсың, кішкентай бол, қой дедім саған, сен қандай вообще ақымақ болып кеткенсің, қандай жаман тәртіпсіз болып кеткенсің деп балаға ұрса бастаймыз. Хотя баланың
эмоциялық тұрғыдан қарайтын болса, інісінің ұруында самый распространенный себеп это қызғаныш. То есть оны қызғанғандықтан ұрып жатыр. Егер сіз қызғаныш эмоциясы бар екенін, қызғаныш сезім бар екенін анықтамасаңыз, ажыратып алмасаңыз, тек қана соны ұрса берсеңіз және қызғанышқа себеп болған әрекеттерді түзетпейтін болсаңыз, балаңызда інісіне қарсы, бауырына қарсы негатив көтеріле береді. Тек қана ол активный емес, пассивный болуы мүмкін. Уже ұрсам, ата-ана мен жазалайды, мен ұрмаймын, оған жалғыз қалатын момент іздеймін, оны жек көре бастаймын, одан ұзақтайтын бастаймын, одан сүйіспеншілік сезімдер бөле бастайды. Сөйтіп өскен кезде уже бір-бірімен араласпайтын бауырлар болып шығады. Ал ата-ана эмоциялық тұрғыдан қараған кезде, менің балам мынаны қызғанып жатыр, сен қызғанып жатсың ғой, ой жаным, онда ұрсып айқайлап жазалау орнына онымен көңілін алу, қызғанышты кетіруге байланысты әрекет жасау керек. Сол кезде проблема түбегейлі шешілген болады. Балада қырсықтық болса, соны қалай тәрбиелейміз? Қырсықтық ол жақсы қасиет. Неге қырсықты тәрбиелегіміз келіп жатыр? Маған адамдардың бойында, әсіресе балдардың бойында, ұл болсын, қыз болсын, ең ұнайтын қасиеттердің біреуі бұл қырсықтық. Характері бар, мінезі бар балдар, бұлар өте жақсы балдар, керемет балдар, үлкен жетістікке жететін балдар. Как говорится, лучше быть с характером, чем бесхарактерный демекші. Қырсықтық бұл жақсы қасиет. Біз ол қасиет, біздің ата-ана ретінде біз не қалаймыз? Баламызға отыр деген кезде отырсын, жат деген кезде жатсын, бер деген кезде берсін, өшір деген кезде өшірсін, же деген кезде жесін. Ал бала жоқ, істемеймін, қарсы шығып, тыңдамай, айтқан істемеген кезде, біз оны баланы қырсықтық дейміз. Одан кейін оны проблемный бала категориясына кіргізіп, проблемный бала назарымен қарай бастаймыз. Бұл, құрметті ата-аналар, өкінішке орай дұрыс емес. Қырсықты тәрбиелемеу керек. Қырсықтықты не істеу керек? Белгілі бір бағытқа қарай дамыту керек баланы қырсықты. Сіз айтасыз, кәмпит жеме дейсіз, жеме. Бала қырсықтық көрсетіп жатыр ма, мысалы. Ал бала, мысалы, бұны спортта қырсықтық көрсетсін. Жетістікке жетемін, бірінші орын аламын, бәрінен бірінші боламын, көп дайындаламын, тренировка жасаймын, мысалы. Қырсықтық жақсы мінез. Оқуда қырсықтық көрсетсін, мысалы. 90-қа бәрін 5 шығамын, сабақтарын бәрін қатырамын, мына есепті шығарамын. Қырсықтық осы жерде керек нәрсе, мысалы. Жақсы качество. Ал бізге ұнамайтын жерлерде ол жерде қырсықтықты тәрбиелеуіміз дәл сол сәттегі баланың қалап тұрған нәрсесін дұрыс еместігін түсіндіру. Дәл сол сәттегі баланың жасатқан әрекетін дұрыс емес екенін балаға жеткізу. Соған қарап біздің фокус, вниманиеміз, концентрациямыз болу керек. Әйтпесе мына қырсықтық баланы қалай тәрбиелейміз? Жоқ. И ойламаңыз ертең осы мінезімен ертең ол қиналып қалады, осы мінезімен онымен адамдар араласпай қояды, бәріне мешать етеді. Еш ондай емес. Әрбір адам өзінің характеріне, мінезіне, психикасына, эмоционалды халіне қарай өзінің ортасын қалыптастырады. Мысалға, мен кейбір адамдармен доспын, кейбір адамдармен дос емеспін. Не үшін? Аналар мыналардан жақсы, артық болған үшін емес. Мыналардың 3 аяғы бар, мыналардың 2 аяғы болған үшін емес. Барлығы адам, даже бәріміз бір ортада өскен болуымыз мүмкін. Бірақ кейбіреулер маған жақынырақ болады, менің досым болады. Не үшін? Мен өз характеріме, мінезіме қарай адамдарды танимын. Ол балдар да сондай. Қазіргі таңда сіз үшін проблематичный болып көрінгенімен, болашақта өзінің мінезіне қарай айналасын қалыптастырады. Соған қарап адамдармен байланыс құратын болады. Қызым тым жуас және аңқау болса, қалай ашық көзді, алданып қалмайтын қылып, қалай тәрбиелеуге болады? Жасы нешеде? Сұрақ жазған кезде, пожалуйста, ұл ма, қыз ма, соны жазсаңыз, сонымен қатар жасын айтып өтсеңіз. 3 жас, 5 жас, 8 жас екен, окей. 8 жас тым жуас және аңқау, ашық көзді, алданып қалмайтындай қылып, қалай тәрбиелеуге болады? Енді қараңыз, жалпы бұл жерде қарама-қайшылық енді. Біріншісінде
тық проблема еді. Сізге балдарды ауыстыру керек қой, оны кімге қырсық керек болатын болса, міне қырсық бала, кімге жуас керек болатын болса, міне жуас бала. Біреу бала қырсық деп қиналады, біреу қиналады, біреу бала жуас деп қиналады. Осындай жалпы адам сондай өзі негізі әртүрлі мәселеге әртүрлі қарайды. Біріншісі, балаңыздыға қандай ситуацияларда әрекет, барлық нәрсені ситуативно қарау керек, вообще кетпеу керек. Мысалы, егер өзі сондай мінезімен ашық, бірақ ешқандай негативный оқиға болған жоқ, ешқандай негативный жағдай болған жоқ болса, баланы сол қалпында қалдыру керек. Сол қалпында, сол темпераментпен, сол мінезбен ары қарай өсуін, жетілуін қамтамасыз ету керек, жағдай жасау керек. Бұған кедергі болмаңыздар, проблема ретінде көрмеңіздер. Ал егер үсіп жүріп, мысалға есік алдынан дворға шықты, ойыншығын біреу алып қойды, кім алып қойғанын білмейді, жоғалтып алды. Сондай сәттерде баламен сөйлесіп тәрбие жұмысын жүргізу керек. Балам, көрдің ба, сен ойыншығыңды қайда қалдырдың? Орындықта қалдырдың. Орындықта қалдырдың, жарты сағаттан кейін келдің, орындықта ол ойыншық жоқ. Біреу сені алып қойды. Бұл не деген сөз? Значит, ойыншықты ондай жерге қалдырмауымыз керек. Дұрыс па? Дұрыс. Келесе абай болып жүрмін. Мақұл ма? Мақұл, болды, жаным, кел, жылама деген сияқты. Немесе 8 жасар болса, мектепке барады, мектепке барды. Сіз қолына мысалы ақша бердіңіз, өзіне обед ал деп, ол барып ақшаға мысалға өзін бәріне таратып, жегізіп, ішкізіп, бәріне әкеле бастады мысалға. Ол да бір проблема. Ақ көңіл жуас болғандықтан маған әперші дейді, мә саған, маған әперші дейді, мә саған, бәрін таратып, өзіне шеген қалмады. Қызым, не істедің? Осы істедім. Балам, негізі солай угощать еткенін, көмектескенін, бергенін әрине жақсы. Бұл андай баланың қолы ашық болған жақсы сарам болғаннан гөрі. Бұл әрине жақсы, бірақ сен ақшаның белгілі бір мөлшерін қойып, өзіне қалдыр. Көрдің ба, сен обедсіз қалдың, өзіне ақша қалмай қалды, көрдің, өзін жамай қалдың деген сияқты ситуативно қарау керек. То есть общий, балам, неге аңқаусың, қызым, былай жуас болуға болмайды, кішкене қырсықтау болсайшы, кішкене көзін ашық болсайшы, не істеватсың деген сияқты общий характерін кінәламаңыз, общий характерін жамандамаңыз. Тек қана ситуацияға байланысты, сол ситуацияда келесіде не істеу керек, істемеу керек, қалай шығу керек болса, жұмсақ тілмен түсіндіріп жеткізіп өтіңіз. Окей? Баланың мінезі өзгермеуі мүмкін, бірақ келесі ситуацияларда более-менее абай болатын болады. 8 жасар қызымды даладан үйге кіргізу қиын, шақырмасам өздігінен кірмейді үйге, ол дұрыс па? Дұрыс, бұрыс деген нәрсе жоқ, ол нормальный жағдай. Бала далада жүреді, ойнайды, қыдырады, қызығады, үйге кіргісі келмейді. Вполне нормальный ситуация. Бірақ ескеру керек мәселе, есік алдында жүрген баланы ешбір уақыт қараусыз қалдырмау. Яғни бала өз бетімен 8 жасар болып, 8 жасар әлі кішкентай, өз бетімен бала көшеде далада жүрмеу керек. Бала бар 2 сағат ойнап келді, мысалы. Мен тамақ істеп жатырмын, үй жинап жатырмын, бала өзінің ойнады, 2 сағат өтті, шықтыңыз, ал балам қайда, үйге кір. Олай болмау керек. Шығатын болса, сіздің бақылауыңызда шығу керек. Или 10 минут сайын неден балконнан, терезеден қарап, не істеп жатыр, кіммен жүр, қайда ойнап жатыр. Немесе ең жақсы вообще в идеале, балам, қазір мен мына мәселені бітірейін, бірге далаға шығамыз. Сіз бір лавочкада отырыңыз, балаңыз ойнасын, жүгірсін, сегізсін, қараңыз, бақылаңыз, көріп тұрыңыз, баланы жалғыз қалдыруға болмайды, қараусыз. Өкінішке орай біздің елімізде андай педофилдер бар, балаға зиян келтіретін ситуациялар бар, үлкен балдардың, кішкентай балдарды ұрып кетуі, соғып кетуі бар, алдап кетуі бар, құлап қалу мәселесі бар. Әрбір сәтте ата-ана баламен бірге болу керек. Сондықтан андай үйдегі жұмыс, шаруа, тамақ істеу керек, үй жинау керек, мен барлықтарыңызды түсінемін. Керек болса, соның бәрін жинастырып қоя салу керек. 1 сағат, 2 сағат баламен шығып қайтыңыз, ойнап қайтыңыз, демалып қайтыңыз. Одан кейін 1-2 сағат үйге келдіңіз, тірлігіңізді жасадыңыз, одан кейін қайттан шықтыңыз. Қайттан кірдіңіз, қайттан шықтыңыз, бірақ баланы қараусыз қалдырмаңыз. Сол үшін өздігінен үйге кірмеу вполне нормальный нәрсе, балдар өздігінен үйге кірмейді. Окей? Жақсы, құрметті семинарға қатысушылар, сағат біздің уақытымыз сағат 11:30 болды. Сіздің уақытыңыз сағат 10:30.
Біздің бүгінгі семинарға бөлінген уақытымыз осымен аяқталды. Сіздерден өтініш, ертең кешкі сағат 9:30-да, сіздің сағатпен кешкі сағат 9:00-де біз бастасақ, 9-ға 5 минут, 10 минут қалған кезде семинар конференция ашылады. Ссылка бойынша, келесі ертеңгі ссылкаларды мен қазір ұйымдастырушыларға жіберемін. Олар сіздерге таратады. Сол ссылка бойынша кірсеңіздер болады. Даже мүмкін қазір сразу мен жазып жіберейін ссылканы, иә? Сіздер сол ссылкамен не қылыңыздар? Өзіңізге сақтап алыңыздар. Чат бөлімінен өзіңізге ссылканы сақтап алсаңыздар, ертең сол ссылка бойынша спокойно кіре бересіздер. Ертеңгі конференцияның семинардың жалғасы ертең сағат Астана уақытымен кешкі 10, батыстың уақытымен кешкі сағат 9-да болады. Осы ссылкамен кіре аласыздар. На всякий случай конференцияның идентификаторы осы, керек болатын болса, сұрайтын болса, код доступа төменде. Обычно ондай нәрсе сұралмайды, тікелей кіріп кетуге болады. Қалай жалпы бір кері байланыс жасасақ, бүгінгі семинарымыз пайдалы болды ма, қызықты болды ма, қалай өтті, бір-екі ауыз сөз айтсаңыз, жекеге жазсаңыз да болады, егер жамандайтын болсаңыз. Мақтайтын болсаңыз, общийге жаза беріңіздер. Рахмет. Окей. Өтініш, кешікпеңіздер. Ровно уақытында бұйырса бастайық. Өйткені менің бөлген уақытым белгілі, мен 10-нан 11:30-ға дейін боламын. Қаншалықты кеш бастасақ, соншалықты аз материал қамти аламыз. Сосын ертерек қатыссаңыздар қуанышты боламын. Жақсы. Так, сонымен қатар тағы да мынандай бір ссылкалармен бөліскім келеді. Рахмет, жылы лебіздеріңіз үшін өте қуаныштымын. Мынау менің әлеуметтік желідегі ссылкаларым. YouTube каналыма жазылыңыздар. Ержан Мырзабаев YouTube каналы. Сол жерде бала тәрбиесі, отбасы қарым-қатынасқа байланысты көптеген жақсы, қызықты, пайдалы видеоларымыз бар. Соларды көрсеңіздер болады. Instagram парақшама жазылыңыздар. Ержан Мырзабаев, менің посттарымды оқып тұрыңыздар. Телеграмда каналымыз бар. Психолог Ержан деген, ссылкалар төменде. Әлеуметтік желілер арқылы осы ссылкаларға жазылыңыздар, тіркеліңіздер. Ары қарай бізбен бірге байланыста, қарым-қатынаста болыңыздар. Жақсы. Барлықтарыңызға көп рахмет. Қайырлы кеш. Сәттілік тілеймін. Ауырмаңыздар. Ертең сіздің уақытпен кешкі сағат 9-да көріскенше аман сау болыңыздар. Рахмет. Сіздерге рахмет. Пайдалы болғаны өте қуаныштымын.